Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен сіздерге қымыжыны қайдан алуға болатын тағы бір нұсқасын көрсетемін. Ол үшін бұны енді біраз мұғалім білуі керек. Білмей жатқандарыңыз болса, осыны қарап көрсеңіздер болады. Ол үшін сіздер интернетке кіріп, осылай smk.edu.kz деп жазасыздар. Осылай. Және бұл жерге егер тіркелмеген болсаңыз, тіркелу батырмасын басып, жоғарыда тіркелесіздер ЖСН арқылы. Егер тіркеліп қойған болсаңыздар, сіздер өздеріңіздің ЖСН-іңізді, емейліңізді жазып, логиніңізді жазып, кіру батырмасы арқылы кіре аласыздар. Және кіргеннен кейін жоғарыда мынандай жерде аты жөндеріңіз тұрады. Сол аты жөніңізді басып шыққаннан кейін сізде осындай бет ашылады. Және мына жерде тілді өзгертсеңіз болады. Өзіңізге ыңғайлы тілді таңдай аласыз. Енді бұл жерде біз сабақты жоспарлау деген бөлімге кіретін боламыз. Сабақты жоспарлау бөліміне кіргеннен кейін сіздерде сол бүкіл 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейінгі аралықтағы пәндер шығады. Қазір менде жақсы істемей тұр интернет. Міне сіздерде осылай ашылады. Сабақты жоспарлауды басқаннан кейін ол бөлімде міне барлық пәндер бар. 1-ші сыныптың сауат ашуынан бастап 11-ші сыныптың барлық пәні бар. Енді осы жерде сіз өзіңізге қажетті пәнді таңдайтын боласыз. Мысалға мен қазақ тілін таңдай қояйын. Қазақ тілін таңдағаннан кейін сізде қазір сыныптарды таңдауыңыз қажет болады. Міне қазақ тілін басқаннан кейін сізде осылай шығады. Сыныпты таңдаңыз деп тұр. 1-ден 11-ге дейінгі сынып. Сізге қай сыныптың қазақ тілісі қажет? Сол сыныпты таңдайсыз. Мысалға, маған 3-ші сыныптың қазақ тілісі қажет. 3-ші сыныпты таңдап алғаннан кейін міндетті түрде сынып таңдайсыз. Одан кейін мына жерде 90-дар тұр. 1-ші 90-нан 4-ші 90-ға дейін. Мысалы, қазір көбіңіз 3-ші 90-ды сұрап жатырсыздар. 3-ші 90-ды таңдайсыз және астында осылай сізде шығады барлығы. Міне, 3-ші 90-да дені саудың жаны сау деген 3-ші 90-да 5-ші бөлім қазақ тілден сәулет өнері. Үстін баса қоясыз. Міне, сәулет өнерін таңдағаннан 5-ші бөлімді басқан соң сізде осындай бет ашылады. Міне, барлығы мынау 1-ші тұрғаны қымыжысы сол тақырып бойынша, мына 2-ші тұрған слайд, тура сол тақырыпқа арналған слайд, мынау оқу материалдары. Міне, астына қарай кете берсеңіз, төмен түссеңіз, бұл жерде арғарай сол бөлім бойынша келесі сабақтар. Міне, барлығы түгелімен тұр. Өзіңізге қажеттісін алып, жүктеп ала аласыз. Және өзгерістерін өзіңізге ыңғайлап дұрыстап алсаңыз болады. Бұның үстін басқаннан кейін сізде жүктеледі. Мен оны жаңа жүктеп қойған болатынмын. Енді сіздерге мен оны ашып көрсетейін. Мысалы, мынау тұрған. Міне, бұл жерде мен жаңа жүктеп қойған болатынмын. Оны осы ноутбугыңыз ішінде сақталып тұрады. Мынау тұрған жаңағы тақырып бойынша қымыжы. Қымыжыны ашып көрейік. Міне қымыжы. Осы қымыжыны жүктеп алғаннан кейін өзіңізге ыңғайлап онлайн, қазір барлығымыз онлайн өтіп жатырмыз ғой, онлайнға ыңғайлап дұрыстап алсаңыз болады. Негізі бұл онлайнға арналмаған. Міне, осыны
өзіңізге ыңғайлап дұрыстап алсаңыз болады. Ал енді слайдын ашып көрсетейін. Тура сол тақырып бойынша слайды мынау тұрған. Міне. Осы тақырып бойынша слайды да дайын. Осыны пайдалансаңыз болады. Сіздер көбіңіз сатып аламын, сататын адам бар ма, немесе кімде бар деп үйтіп уақыт кетіргеннен гөрі осындай қымжыларды алып, қажеттеріңізге жаратып, өздеріңізге ыңғайлап, дұрыстап алып қолдансаңыздар болады. Сатып алудың қажеті жоқ. Егер қажеттеріңізге жарап жатса, осылай қолдансаңыздар болады. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Егер ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Және пікір қалдырыңыздар. Тағы қандай видеолар шыққанын қалайсыздар? Сіздерге қандай ақпараттар қажет? Сол туралы жазып кетсеңіздер, қолымнан келіп жатса, ол туралы да видеоларды түсіріп жүктейтін боламын.